кредит алу және оның жабу жолдары. Алдымен себептерін анықтап алсақ, өз басында да квартираға төлеу үшін кредит алған кез болды. Басында қарызы бар адамның қозғалуы қиын. Жабу жылдам жолдары бар ма қалай? Мысалы, мынандай сұрақ келеді. Кредит алып тендер бастасам бола ма? Ал толығымен 500-600 кредит алып, одан кейін барып тендер бастайын деген бұл өтірік. Сіз пока бастағанша кредитіңіздің кезеңі келіп, тендермен айналыса алмайсыз, кредитіңізге да дұрыс қарай алмайсыз. Мен жилстройдан үй аламын деп жинап жүргенде бір кісімен сөйлестім. 250 миллиондай обороты бар. Өзі квартира снимать етіп тұр. Мына кісі ақымақ па, или мен ақымақ па деген сұрақ қойдым да өзіме. Үй алуға тыпырлаймыз, өміріміздің 15 жылға дейінгісін үй алуды жасаймыз. Қалған 15 жылын сол үйді толтырумен өмір сүреміз. Кірдіңіз ба, оны ойламай, табыс көзіне акцент қойып, одан кейін барып жапсаңыз болады. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар батырлар? Бүгінгі негізгі бір өтте өзекті бір мәселе бұл кредит алу және оның жабу жолдары. Шынымен де алдымен себептерін анықтап алсақ, не үшін кредит аламыз? Кредит деген, білесіздер, қазір негізгі қоғамның ең басты бір мәселесі болып тұр. Кредит алмаңыз демеймін, алыңыз, бірақ не үшін алып жатқанымызға мән берсек. Көп жағдайда болмайтын қандай да бір зат үшін кредит алып жатамыз. Қараңыз, кредит дегеніміз әркімнің басында болуы мүмкін. Біреуде миллиардтаған кредит бар, біреуде миллиондаған кредит бар, біреуде жай ғана бір нәрселерге алған кредит бар. Кредит алмас бұрында негізінде ойлану керек те, көбісі шамасына қарамай кредит алғысы келіп тұрады. Қандай да бір мәселе туындай қалса, кредит алғысы келіп тұрады. Бірақ кредитті займен жабу бұл болмайды. Кредит алып, кредит жабам деп, оны шешіп тастау бұл болмайды. Өз басында да квартираға төлеу үшін кредит алған кез болды. Күні қазір білесіздер, қоғамда ең бірінші мәселе проблема келіп қалды ма, мына жақта вариант кредит тұр. Сол үшін кредит алмас бұрын немесе қомақты кредитқа кірмес бұрын кей нәрселерді анықтап алу керек деп ойлаймын. Өйткені кредит бұл қарыздың ең үлкен бір мәселесі. Басында қарызы бар адамның қозғалуы қиын. Сол үшін оның жабу себептерінде шешсек, және жабу жылдам жолдары бар ма қалайда? Оған да бір қаржылық сауаттылық керек. Өйткені кредит алмас бұрын қалай қайтарамыз, немесе қанша пайызбен қайтарамыз, сол мәселені түсініп алса. Кредитті бірінші неге алып жатырмыз? Егер ол қандай да біреудің айтқанына, біреудің жай ғана красавчик дегеніне алып жатсақ, бұл кредиттің бізге маңыздылығы жоқ. 5 сағаттық тойға 5 жыл кредит алып, 5 миллионды бірнеше миллион қып төлеп жүрген қаншама қазақ бар. Өздеріңізде оны білесіздер. Егер сондай адамдарды білсеңіздер, расымен жазыңызшы, бұл не үшін? Мақтан үшін ба? Жай ғана қосыла салып, құдалық жасай салып, бақытты болып кетуге мүмкіндік бар шығар. Сол кредитті төлеп, артыс-тартыс қырылыс жасап жүргенше. Тура соған ұқсас, қандай да бір керек дүниелер. iPhone болсын, мақтанбаймын, жақында бір шетелге барып келдім. Бірақ iPhone ұстап жүрген халықты көрмедім әне жерде. Адам көрмедім. Базарда тұрғаны болсын, басқа тұрғаны болсын. А бізде бірінші курс студентінде ең соңғы iPhone. Бұл қайда, қалай алынды? Әрине кредит қалды. Өйткені бізде рассрочка деген вариант ең тиімді жолдар болып көрінеді. Ол өзінің келмей жатқан табысына уже кредит алып тастап, шешіп тастайым деп ойлайды. Сол үшін ең бірінші мәселе кредит алмас бұрын табыс көзін анықтап алсақ, одан кейін оны жаба алатынымызға, әр кезде 100% жаба салатынымызға сенімді болған кезде кредит алсақ бұл дұрыс деп ойлаймын. Егер инфляцияның деңгейіне қарап салыстырмалы түрдегі пайызбен есептей алсақ. Қазір инфляция 20%. Кредитіңіз 70%. Жылына бірнеше пайыз сіздің инфляцияңыздан асып тұрса, бұл кредит сізге керек емес. Яғни, даму үстінде кредитіңіз өте жоғары болып кетсе, сіз банкрот үстіндесіз. Енді қараңыз, кредиттің ең тиімді жолдары қалай? Егер алатын болғаннан кейін, оны жаба алатын болсақ. Ең бірінші кредит алған кезде біз қандай мақсатты алып жатырмыз, соны анықтап алсақ. Өйткені бізге өте көп хаттар келеді. Екінің бірі кредитін жаба алмай жатқандар.
қаншама таныстарым шығады. Жай ғана болмайтын кредитін жаба алмаған үшін менен қарыз сұрап жатыр. Сол үшін қалай жабамыз енді? Қараңыз, бірінші алатын кездегі мәселені анықтап алсақ, кредит ақшалай болса, сіз не үшін алып жатсыз? Жай ғана қысылған үшін кредит ала салуды ойламасаңыз. Өйткені қысылған кезде кредит бірінші вариант болып тұрса, сіз басқа да варианттарды іздемейсіз. Ол рас, басқа варианттарды көрмейсіз де. И оны байқағыңыз да келмейді. Кредитті қысылған кезде негізді варианттармен іздеп болмаған жағдайда ғана алып көруге мүмкіндік бар. Егер қысылып тұрған жағдайда. Екінші вариант, сіз қандай да бір жобаға алып жатсаңыз. Мысалы, мынандай сұрақ келеді. Кредит алып тендер бастасам бола ма дейді. Енді оқуға 12 айға бөліп төлеу, ол енді өзіңіздің бір 200-300 мың, 400 мың оборот таба алатыныңызға көзіңіз жетіп, мынау қатты қысым емес, ай сайын 15 мың, 12 мың жаба салуға ешқандай кедергі келтірмесе, алыңыз. Ал толығымен 500-600 мың кредит алып, одан кейін барып тендер бастаймын деген бұл өтірік. Сіз пока бастағанша кредитіңіздің кезеңі келіп, сіздің басыңызда қандай да бір мәселе туындатса, сіз тендермен де айналыса алмайсыз, кредитіңізге де дұрыс қарай алмайсыз, одан кейін қара тізім, одан кейін зайым, ары қарай кетесіз. Ең бірінші мәселе негізі табыс көзін ашып алып, кредит алған жақсы. Қаншама кәсіпкерлерді білемін, мойнында 10 миллиондап жабатын кредиттер бар айына. Олар еш қиналып жүрген жоқ. Мен бір адамды айтайыншы, одан кейін бір нәрсе басыңызда қалыптасады. Ең алғаш өзім Жилстройдан үй алам деп жинап жүрген кез болды. Енді оборотты қатты бір ол кезде ойламайсың. Мен Жилстройдан үй алам деп жинап жүрген кезде бір кісімен сөйлестім, ол кісіден былай айтқан талқылап алдым. Ол кісінің обороты өте мықты. 250 миллиондай обороты бар ол кезде. Осыдан 5-6 жыл бұрын ба сондай. Қазіргімен миллиард қой примерно. Қараңыз, сол кісінің өзі квартира снимать етіп тұрып жатты. Сол кезде мен ойланып қалдым да, мен мына жақта жиған тергенімді Жилстройға деп жинап жүрсем, ана кісі анандай оборотпен квартира снимать етіп тұрып. Мына кісі ақымақ па или мен ақымақ па деген сұрақ қойдым да өзіме. Сол кісіден сұрай бастаған кезде, ол кісі шынымен де жылына 4-5 рет шетелге шығады, астында керемет машина, ешқандай бір қиналып жүрген жоқ, кредит жауып жүрмін деп ойлап жүрген жоқ. Сұраған кезде ол кісінің түсінігі маған: алдымен бірінші табыс көзін өсір. Одан кейін барып үйдің мүмкіндігін аш дейді. Бұл үйге ғана қатысты мәселе. Менің мөлшерімен менің үйім 250 миллион тұру керек дейді. Енді ойлаңыз, ол кісіде 250 миллион оборот бар, 250 миллионға үй алып алса не болды? Осы кезде мен шынымен де ойлана бастадым. Ол 250 миллионмен айына 30-40 миллион таза пайда кіргізіп жүр. Осы обороттың арқасында ойнап күліп, емін-еркін өмір сүріп жүрді. Сол үшін көбісі қазір қалай істейді? Бізде Қазақстанда негізі қоғам бірінші үй алуға тыпырлаймыз. Өміріміздің 15 жылға дейінгісін үй алуды жасаймыз. Қалған 15 жылын сол үйді толтырумен өмір сүреміз. Ең қиын осы екен. Басқа өмір сүруді ұмытып кетеміз да. Сол кісіден алған ең бірінші құндылығым осы болды. Бірінші үй емес, бірінші дүние емес, бірінші қандай да бір мәселе емес, бірінші оборот. Яғни табыс көзін ашып алып, одан кейін барып қаржылық сауаттылық бойынша, сол бойынша проценттерді бөлсеңіз, сол система кез келген адамға өмір сүру деңгейін басқаша қалыптастырып береді. Түсіндіре алдым ба негізінде? Сол үшін кредит алмас бұрын қандай жағдайда алып жатсыз, соған мән берсек. Болмайтын проблема кредит ала салу, бұл әркімнің басында тұрған бірінші идея. Негізінде қысылу керек. Кредит деген нәрсе ол алмағанға, алмасаңыз тіпті жақсы. Инвестор бар, қандай да бір жоба бар. Бірінші қараңыз, аласыз, одан кейін жабасыз, еселеп тұрып. Бұны алдымен ойлап алу керек те, мен алғаннан кейін қайда салып еселеймін. Мысалы, мен 5 миллион кредит алдым, мен оны 20 миллион шығара алам ба? Мына жақта одан кейін 9 миллион қылып сол кредит жапсам, мен осы ақшамен оборотқа келесі оборотқа өте алам ба деген сұрақ қойып алсам, мен ол кредиттің тиімді жолдарын пайдаланамын да. Жаңағыдай алып алғаннан кейін мен қайда саламын деген вариант іздеп алсам, мен кредитті жаба алмаймын және минус проектке кіріп кетемін. Сол үшін бастысы кредит алмас бұрын ойланып алыңыз.
бірден кредитқа банкке жүгірмеуге тырысыңыз. Ең бастысы осы. Шынымен де кредит алған екенсіз, артыңыздан от жағатындай вариант ол сіздің проекттеріңіз болу керек. Ол проекттеріңіз еселеп тұрып пайда келетін болса, шынымен де қанша миллионға шамаңыз жетеді, соған дейін алыңыз. Егер ол проекттеріңіз ақтай алса. Өйткені қазіргі инфляция мен кредиттің да системасын жабуға болады. Сіздің табыс көзіңіз еселеп қайтарып берсе. Шынымен де кредитсіз өмір сүрген жақсы ғой. Барлығымыз кредитсіз тек қана дамуымызды ойлап өмір сүрсек, өте керемет болушы еді. Ақыры сол система кірді, кредит системасы бізде жүр. Соны дұрыс пайдалана алсақ. Болмайтын нәрсеге кредит ала бермеңіз, біреуге кредит алып бермеңіз. Ең басты нәрсе осыдан сақтаңыз. Өзіңіз алған жағдайда да қандай мақсатта алып жатсыз, соған мән беріңіз. Жабудың ең тиімді жолдары, егер сіз чорныйға кетіп қалсаңыз, артыңыздан коллектор қысып тұрса, негізі тоқтатып, оны ойламай, бірінші табыс көзін ашып алуға тырысыңыз. Қараңыз, қандай жағдай болмасын. Өзім болмайтын ақша алып, мен біраз жыл жаба алмай жүрген кезеңдерде болған. Бірақ жабатын уақыт келіп, мүмкіндік болған кезде де мен жаппай оборотты еселеуге мүмкіндік ашқан кез болған. Содан кейін жай ғана бір барып салдырғыды жауып, қазір қарасам сол қара тізімдегі менің историям жоқ. Тап-таза қайтадан кредит алдым, 10 миллиондаған кредитқа одобрениеді алдым. Ешқандай кедергі болған жоқ. Сол үшін кіріп кеттім екен деп, оны қайтадан бірнеше минусқа кіргізудің қажеті жоқ. Кірдіңіз ба, оны ойламай, табыс көзіне акцент қойып, одан кейін барып жапсаңыз болады. Немесе үлкен кредит болса, арнайы. Қараңыз, сіз ол кредитті жабу жолдарын бір жақты оборотыңыздан бөліп отырсаңыз. Бір оборот көзін ашасыз, ол жерде тек қана кредитқа деген арналған пайыз жинайсыз. Болды. Айыңызда айға қанша жабатыныңызды білесіз, сол айға қарай акцент қоясыз. Мысалы, айына 500 мың теңге сіз жабуды үйреніп алсаңыз, сол 500-ді ойланбай сол жаққа направление жіберіп отырасыз. Негізгі оборотыңыз 10 миллион, 20 миллион, 30 миллион кетіп отырса, болды, 500 мың теңгені ойланбай. Бірақ тағы да запасной вариант деген 2-3 рет артығымен жаба салам деген вариант сізде бөлек оборотты тұрғаны жақсы. Өйткені қандай да табыс көзі келмей қалғанда, қандай да бір қысылатын жағдай болып қалғанда, сіз оборотыңыздан кредиттің мәселесін жауып тастайтындай. Сол үшін бірінші айналымға жұмыс жасаған қазіргі заманда өте маңызды. Өйткені көбісі кредитті болмайтын нәрсеге алғаннан кейін бірінші оборот деп ойламайды, бірінші табыс көз деп ойламайды. Кредит алып, кредит жаба салам деп ойлайды, немесе кредит алғаннан кейін өзі оңай жабылып кетеді деп ойлайды. Сол үшін кредит деген мәселе ол қиын. Қазіргі қоғамның ең бірінші ауруы осы кредит болып тұр. Сол үшін кредит деп барлығы сұрады, осыған жауап бердім. Енді менің негізгі ішкі жауабым осы. Өзіңіз қалай түсінесіз, төменге комментарийға жазсаңыз. Кредит алған дұрыс па, қандай мақсатта алған дұрыс, және не үшін алдыңыз, не үшін жаба алмай жүрсіз. Және оған шынымен де алғаннан кейін сол маңызды болды ма, алған нәрсеңізге сол кредитін алғаныңыз көмектесті ме? Көп жағдайда кредит алған кездегі бұл жай ғана бір временный дейміз ғой, уақытша бір қиыншылықты шешуге ғана көмектеседі. Өзім түсінгенімен бірнеше адамның алған кредитін білем, жай ғана бір уақытша, анау шыдаса да ол өтіп кететін проблема. Анау кішкене күтсе де ол шешіліп кететін мәселе. Жай ғана бір темппен ұстап тұрса ғана бұл шешіліп кететін мәселе. Жоқ, сол үшін шыдамсыздықтан бірден кредит алып, үлкен мәселе қылып алған қаншама адам бар. Осындай таныстарыңыз болсаңда төменге жазсаңыз. Шынымен де кредит алмайық, алсақ бір мақсатты алайық. Және жабудың жолдарында білейік. Әр қазағың кредитсіз өмір сүрсін, обороты жоқ дегенде 10 миллионнан жоғары болсын. Табысты күндеріңіз көп болсын. Каналға жазылыңыз, жан-жаққа таратыңыз. Кредиті бар қазаққа жіберіп қойыңыз. Ол да ойлансын. Аманшылықта, саулықта кездескенше. Сәттілік сізге.